Қадір, екінші бөлім. Сабағы бір жақта, жұмыстары бір жақта, өзі бір жақта шашылып қалды. Бір апта дегенде өз-өзіне қайта келіп, қым-қуыт тірлігіне қайта кірісті. Сабақ аяқталып, студенттер демалысқа шықты. Айжан да жұмыстарынан аз күнге үзіліс алып, үйіне барып қайтпақшы болды. Жеті бауырының әрқайсысына киім, әкесі мен анасына да сыйлық алып, көңілі алып ұшып, ауылға аттанды. Такси зымырап келеді. Туған жер қандай ыстық. Үлкен қалада жүрсе де, кішігірім ауылына ешбір мекен тең келмейді. Ауылдың иесі, ауасы бөлек. Балалық шағының жұпар иісі аңқитын тәрізді. Айжан өзі туып өскен үйіне ерекше қуанышпен жетті. Таксидің келгенін естіген әке-шешесі қалбалақтап тұңғыштарының алдынан шықты. Бауырлары бірінен соң бірі жүгіріп келіп, әпкелерін құшақтап жатыр. Бәрі өсіп қалыпты. Айжанның жанынан айналсоқтап шықпай жүр. Айжан тастай ауыр чемоданын ашып жіберіп, әрқайсысына сыйлық тарата бастады. Балалар мәз-майрам болды да қалды. Бұны көрген Айжан рахаттанып күлді. Әдеміленіп кетіпті. Үстіндегі жаңа киімдері Айжанның ажарын ашып тұр. Айжанның анасы: «Ой-бой балам, тамақ ішіп жүрсің бе өзі?» Жүдеп қалыпсық деп, қызының аузына жылы жұмсағын тосып әлек. Бой жеткен қалада үнемі арттан біреу қуып келе жатқандай асығыс өмір сүретін. Ал ауылда бәрі басқаша. Мамыражай тіршілік. Әке-шешесінің жағдайлары жақсарып қалыпты. Екеуі де сиырлары көп бір байдың көмекшілері боп жұмысқа тұрыпты. Бұны көрген Айжан қатты қуанды. Отбасындағы Айжаннан кейінгі екінші перзент сенім еді. 9 сыныптан кейін кәсіптік училищені бітіріп алған. Сенім Айжан сияқты емес. Екеуі бір жатырдан шықса да, екі бөлек. Айжан сенімнің қолынан айфон көріп қалып, қатты таңғалды. «Мынаны қайдан алдың?» деді сіңілісіне. «Анашым әперді» деді сіңілісі телефоннан бас алмай. «Не?» «Айфон деп құлаққа тыныштық бермеген соң, несиеге әпердім. Өзім төлеймін деген соң» деп әңгімеге аналар араласты. Бұны естіген Айжан қатты ашуланды. «Анашым, мен қалада табанымнан тозып жүріп жұмыс істеймін. Ал сендер қыздарыңа айфон әпересіңдер. Айфон бұл түгілі менде жоқ. Мен сендерді аяп, өзімнен жырып ақша салып жүрсем, сендер деп бұлқан-талқан болды.